Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Қызылорда облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасында адамзаттың ғарышқа ұшқанына 60 жыл және Қазақстанның халық қаһарманы ғарышкер Талғат Мұсабаевтың 70 жасқа толуына орай Байқоңыр ғарыш есігі атты онлайн танымдық сағатын назарларыңызға ұсынамыз. Байқоңыр Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында орналасқан ғарыш алаңы. Іргесі 1955 жылы қаланған. Ғарыш алаңын салу үшін Байқоңырды таңдап алу кезінде бұл жердің елді мекендерден қашық болуы, экватор жазықтығына жақындығы, ракета ұшырудың қауіпсіздігі, қайта оралатын ғарыштың объектілер үшін қолайлы қону аймағының болуы ескерілген. Байқоңырда ракета тасығыштың әрбір түріне сәйкес бірнеше техникалық тұғырлар және олардың әрқайсысына арналып бірнеше старттық кешендер салынған. Восток 1, Шығыс 1 кемесін ұшырғаннан кейін кеменің бортында атақты Юрий Алексеевич Гагарин болған. Осы ғарыш айлағына Байқоңыр атауы берілді. Байқоңыр ғарыш айлағының астанасы Байқоңыр қаласы. Қала 1955 жылдан бері салына бастаған. Құрылыс ғарыш айлағының маңызды нысандардың салуымен бірге жүргізілген. Байқоңыр қаласы қалану барысын Ресейден келген техникалық инженер Шубников басқарған болатын. Сондықтан Шубников Байқоңыр қаласының әкесі атанып кеткен дейді. Қазіргі таңда Байқоңыр қаласында Шубников есімі берілген көше және ескерткіштер бар. Байқоңырдың ұшу трассасы Арал теңізінен Камчатка түбегіне дейін созылып жатыр. 1957 жылы 4 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағынан тұңғыш ғарыш ракетасы сәтті ұшырылды. Ол дүние жүзіндегі ең бірінші жердің жасанды серігін орбитаға ұшырды. Байқоңыр әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми ғарыш полигоны болып табылады. Оның басты және көмекші нысандарының жалпы ауданы 6717 шаршы шақырым. Байқоңырдан 1961 жылы 12 сәуірде адамзат тарихында тұңғыш рет Юрий Алексеевич Гагарин Восток ғарыш кемесімен ғарышқа аттанды. Байқоңыр одан кейінде ғарыш кеңістігін игеруде көптеген жаңашыл бастамалардың старттық орнына айналды. Байқоңырдан күннің, айдың, шолпанның алғашқы жасанды серіктері, орбиталық станциялары жұмыстар жүргізуге арналған протон, зонд, прогноз, байланыс мақсаты үшін пайдаланатын және метеорологиялық бақылауларды жүргізуге арналған молния, экран, горизонт, радуга, метеор, тағы басқа жердің жасанды серіктері ұшырылды. Айды, Марсты және шолпанды зерттеуге арналған ғарыш аппараттары да Байқоңырдан аттандырылды. 1991 жылы 2 қазанда тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров Союз Т-13 ғарыш кемесімен Байқоңырдан ғарышқа көтерілді. Ресеймен бірлескен бағдарлама бойынша қазақ ғарышкері Талғат Мұсабаев ғарышқа 3 рет 1994 жылы, 1998 жылы және 2001 жылдары болды. Байқоңыр ғарыш алаңы 1991 жылы Қазақстан Республикасының иелігіне өтті. Ғарыш тарихында биыл ерекше жыл. Өйткені бүгін, яғни 12 сәуірде адамның ғарышты бағындырғанына тура 60 жыл болды. Ал ғарышты игеру қазақ даласынан басталғаны да зор мақтаныш. Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен тұспа-тұс келген ағымдағы жылы қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров 27 шілдеде 75 жасқа келсе, бүгін ғарышқа ұшқан екінші және ашық ғарышқа шыққан бірінші қазақ Талғат Мұсабаев 70 жасқа толып отыр. Талғат Мұсабаев 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында дүниеге келген. 1968 жылы Алматы қаласындағы номері 58 мектепті тәмамдағаннан кейін
Ленин комсомол атындағы Рига азаматтық авиация инженерлері институтында авиациялық радиожабдықтарды техникалық пайдалану мамандығы бойынша білім алды. 1974 жылы елге оралып, бірнеше ай инженер болып жұмыс істеді. 1975 жылдың қаңтар айында Талғат Мұсабаев Алматыдағы Қазақстан комсомолының аудандық комитетінің хатшысы болып таңдалды. 1976 жылдың 19 қаңтарынан бастап Қазақ азаматтық авиациясында саяси тәрбие қызметі бөлімінің нұсқаушысы болып жұмыс істеді. 1979 жылдың 25 мамырынан бастап саяси тәрбие қызметі бойынша Алматы біріккен әуе отрядының 240-шы жазғы отряды командирінің орынбасары қызметін атқарды. Сондай-ақ осы уақытта жұлдыздарға жол ашқан оқуын оқып жүрді. 1984 жылы Алматы әуе клубындағы оқуын аяқтап, 1986 жылы қолына азаматтық авиацияның ұшқышы куәлігін алды. 1986 жылдан бастап Талғат Амангелдіұлы қазақ ғарышкерінің айға сапары жобасының аясында медицина биология проблемалары институтында медициналық тексерістен өтіп жүрді. Бұдан кейін де елге оралып, 1987 жылы екінші ұшқыш болып жұмыс істеді. 1989 жылдың 6 шілдесінде Боралдай біріккен әуе отрядының Ан-2 ұшағының командирі болды. Талғат Мұсабаев 1988 жылы тағы да медициналық тексерістен өтіп, 1989 жылдың 27 ақпанында бас медициналық комиссияның шешімімен арнайы дайындыққа жіберілді. 1989 жылы мемлекеттер авиациясы құрамының Ульянов орталығындағы инженерлік, техникалық және диспетчерлік жазғы дайындық аяқталды. 1990 жылдың 11 мамырында мемлекеттік ведомствоаралық комиссияның шешімімен ғарышкерлер отрядының құрамына алынды. 1990 жылдың 6 маусымынан бастап Талғат Мұсабаев Ту-134 ұшағының екінші ұшқыш тағылымгері, 25 тамыздан бастап Алматыдағы біріккен әуе отрядының бірінші жазғы отрядының Ту-134 ұшағының екінші ұшқышы атанды. 1990 жылдың қазан айында ғарышкерлерді даярлау орталығына жұмыс сапарымен барып, журналистер тобымен бірге жалпы ғарыштық дайындыққа кірісті. 1991 жылы ғарышкерлерді даярлау орталығына ғарышкер зерттеуші кандидат ретінде штатқа қабылданды. Міне Талғат Амангелдіұлы жастық өмірінің 20 жылын ғарыш кеңістігі туралы білімді игеруге арнады. Осыдан ақ бұл саланың қаншалықты күрделі екенін аңғаруға болады. Бұл күндері 70-ке келіп отырған аңыз адам жұлдыздар әлеміне алғаш рет 1994 жылдың 1 шілдесінен 4 қарашасына дейін саяхаттады. Ол жерден Союз ТМ-19 кемесінің борт инженері ретінде ұшты. Сапар кезінде Талғат Амангелдіұлы ашық ғарышқа 2 рет шықты. 9 қыркүйек күні 5 сағат 6 минут, 13 қыркүйек күні 6 сағат 1 минут. Яғни ашық ғарышқа шыққан бірінші қазақ ретінде оның есімі ел тарихына алтын әріппен жазылып қалады. Талғат Амангелдіұлы 1994 жылы алдымен Ресей Федерациясының батыры, артынан 1995 жылы Қазақстанның халық қаһарманы атанды. Осылайша Талғат Амангелдіұлы ғарышта 3 рет болып өмірінің 1 жылға жуық уақытын сол жақта өткізді. 3 бірдей ғарышкерін ғарышқа ұшырған санаулы елдердің қатарына Қазақстан Республикасы да бар. Ал қазақтардың ғарышты бағындырудағы тарихи оқиға болғаны тағы да аян. Өйткені ғарышты бағындырған елдердің саны әлемде 40-қа да жетпейді. Бұл алдымен тәуелсіздіктің арқасы. Әлі талай Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов дүниеге келері хақ. Олай болса, мемлекетіміздің тәуелсіздігі мәңгілік болғай дей отыра, Байқоңыр ғарыш есігі атты онлайн таным сағатын қорытындылай отыра, барлықтарыңызды ғарышкерлер күнімен құттықтаймыз.